Hey, сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұр Кизет. Достар, каналға тіркеліп, комментарийға қандай ойын ойнайтынды жаза кетіңіздер. Достар, ал бізде бүгін жаңадан бастаймыз. Жаңа ойын аты Хайт онлайн деп аталады. Ойынның ережесін бір түсіндіріп жіберейін. Ойында охотник боласың, предмет боласың, кезек боласың. Ойынға 3 минут беріледі. Және де охотниктерде бомба болады, предметтерде андай көріп тұрсыздар ғой, аптечканың қасында тұрған ше, мынандай, міне 20 деп тұрған осындай жануар береді. Сол жануарлармен бомба бірдей болады. Егер охотникқа бомбаны тастасаң, жануар да азаяды. Ал предметті жануарды бассаң, 5 секундқа жаңағы адамдар жануарға айналдырып жібереді. Қазір жалпы ойынды түсінбей жатсаңыздар, қазір ойын ойнаған кезде түсінетін боласыздар. Каналға тіркеліп келсеңіздер ең бастысы, және де комментарийға қандай ойын ойнайтынын жаза кетіңіздер. Қазір ойын барысында ойынның ережесін түсінетін боласыздар. Енді менде қандай автомат скин бәрін көрсетіп жіберейін. В общем, Хайтоннан осындай скиндер болады. Қыздың скині, ұлдың скині, және де төбесінде міне эпический деп жазып тұрады ойында. Менде скин жалпы көп, необычный, бірақ мен осы скиндердің ең ұнағаны және ең эпический дегені осы скин, жаңажылдық скин. Автоматтардан осы автоматтан ойында бұқта дроваш бар, калашник бар, көріп тұрсыздар ғой. Маған енді эпический осыны автомат ұнайды, және де бұл поза кешіріңіздер, сәл ұяттау. Енді, короче, одан айтатын болсақ, ойын біткеннен кейін ең лучший игрокты көрсетеді және басқа карта ашылады. Ең лучший игрок көрсеткен кезде осы позалардың бірін қоясыздар, сөйтіп сол позада осындай отырады. Ал бұл подсказка ғой. 5 секунд жаны бар предметтердің үстіне осындай смайлик шығады, охотниктер табу үшін. Бірақ бұл 5 секунд енді мәң тұра берсе, төбесіне смайлик шығып тұра берсе, егер охотниктер оны тауып алады ғой. Сол үшін бұны кішкене секунд азайтып қойған. Ал көп сөйлемей ойынды бастайық. Бұл жақта түрлі серверлер бар, сол серверлердің біріне кіресіздер. Аттары да басқаша, кейбіреулер ұятсыз болады енді. Және оларға максимальный 10 адамға дейін кіре алады. 9 адам, бір адам кірмей тұр екен. Енді көп адам болса қызық қой, кірейік. Менде қазір 5-ақ аптечка, ондай жануар жоқ. Және біз предмет түрлеміз. Міне достар, кез келген бір предмет пайда боласыздар. Мен ана предметті, яғни ол менің досым. Оны біліп қойды достар. Таныстыра өтейін, енді түсініп атқан шығарсыздар. Міне түрлі карта, мынау ангар деп аталады жалпы. Өлдім достар. Осы түрлі карталар бар. Бұл шетте қанша? 6-7 карта бар. Лучший игрок көрсетіп қойған екен. Карталар ауысып 7 картаның бәрін ойнап шығасыздар. Және қайтадан сол карталарда ойнап қалатын болсаңыздар, қайтадан ойнай бересіздер. Короче, міне басқа адамдар да ойнап жатыр. Алдыңғы видеоларда мен Among Us және де тағы да басқа ойындарды түсірген болатынмын. Солардың екінші бөлім шығару үшін кішкене лайк жиналсын. Сол кезде түсіретін боламын. Бірақ мына ойынды түсірген шығарсыздар почти. Қашып жүр ғой. Тура мен сияқты қашады екен. Жалпы мен бұл ойынды ойнағаныма көп болды. Мына жақта егер 3 сызық тұр ғой. Осы 3 сызықты бассаңыздар түрлі адамдардың очколары, яғни ұпайлары көрінетін болады. Міне мен Нурик деп тұр. Нурик деп тұр. Короче, менде ұпай 0, себебі мен ойынға енді кірдім. Мен охотникпін. Қазір 3 минуттан кейін мен қайтадан предметке айналатын боламын. Әзірге мен предметті атқан заттар ғой, в общем. Таптау деймін уже. Жануарға айналдырып жүрді өзі, міне. Ат. Екеуін бірге бірақ не қоятын достар. Өлтір. Ой, хорош. Міне тағы біреуін тауып алғансың ғой. Жалпы осы автомат ұнайды маған. Және жақтан түрлі смайликтер жіберуіңізге болады. Бұл жақта чат емес, только смайликтермен сөйлесесіздер. Білмеймін үшін чаттардың жоқ екенін. Заттар табылмай кетті ғой что-то.
Өлтірді, нормально. Батып жүр. Саттық қандай. Дәл жанында өлең шығып жатыр, білеген. Айттым ғой жаңа смайлик шығады деп, сол смайликпен бірге өлең де шығады. Достар, бұл ойында взлом жасап кететіндер бар, читерлер бар. Енді оны олар администраторға байланысты. Администраторлар жаңағы ойының қорғанысын мықтаса, онда читерлер жоқ болатын шығар деген ойдамын. Көрдіңіздер ғой, бомба лақтырып көріп жатыр. Мұны қашып жүр ғой. Біз кішкентай затқа айналамыз. Бізге үлкен заттың керегі жоқ. Бұл жерде читерсізге жерлер бар. Мысалы, сіздерге көрдіңіздер ме, достар, читерлер олар уақытты тез раундты тез бітіріп жатыр. Міне достар, жаңағы поза мұны лучше игруді көрсетіп жатыр. Енді бұл жаңағы читер шығар. Лайк басуыңыздар болады. Лайк бірақ ештеңені өзгертпейді. Абыройды одан көтеретін шығар. Мені смайлик жіберіп жатыр. Мен де смайлик жібере аламын бұлай. Жалпы ойынды түсіндіңіздер деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер, қатты түсініп жатсаңыздар, тартып ойнаңыздар. Ата хайт онлайн. Менімен ойнаймын десеңіздер де комментарияға жазып кетіңіздер. Читер. Ата елді шығарды ғой. Көрдіңіздер ме? Қимылдай алмайым. Бұлай жақ қарай алмайым. Мен жүрімді көрдіңіздер ме? Өз өзім басқарай алмайым. Әні. Заебал. Кешіріңіздер. Көрдіңіздер ме? Читер шығып кетші мынасы неден. Рекламалар бар, кішігірім. Яқтан енді даму үшін, скиндерді көп ашу үшін осыны түсіндік асастар. Менің жануары берді. Жануардың қалай қолданылатын бір көрсетіп жіберейін. Жануарларды үшін қай кезде қолданылатын бәрін көрсетіп жіберейін. Егер лайктар тіркелген адамдар көп болып отырса, видео ұзағырақ түсіруге тырысамын. Дәл ортадан пайда болған соңғы прикинь. Осы туалетке ешкім кірмейді, сол үшін мен туалетке кіріп аламын. Бірақ енді жануарларда қалай пайда болғызатынын көрсетейін. Жануарды басасыздар. Анау көрдіңдеріңіз, анау 5 секундқа ма, в общем, қатты. Жақта читерский жер бар. Бірақ оны бүкілі біледі өзін. Көрдіңіздер ме, мені өлтірді. Жануарды солай пайдаланасыздар. Және аптечканы екі-ақ рет пайдалана аласыздар. Көрдіңіздер ме, мені сразу өлтіріп тастады ғой. Достар, сіздермен бірге болған Нұр KZ видео қысқа болған үшін кешірім сұраймын. Келесіде уақыт болып жатса, қазір уақыт жоқ, енді уақыт болып жатқан жағдайда көбірек видео түсіруге тырысамын. Келесі видео GTA San Andreas ойынын GTA San Andreas ойынын түсіретін шығармын. Себебі ол ойын менде де бар, телефонға шыққан енді ол ойын, менде ол ойын бар енді. Жалпы ода ол ойында көп миссияны орындадым. Көптеген миссияларды орындадым. Енді бүкіл ойны жартысынан бастап түсіріп жатырмын ғой, басынан бастамай. Сол үшін де тағы да кешірім сұраймын. Жартысынан бастап түсірген үшін кешіріңіздер, бірақ сіздерге қызық болады деп ойлаймын. Қандай ойын ойнайтынын комментарияға жазып кетіңіздер, және лайк басып кетіңіздер, және қолдап жіберіңіздер. Мен жаңадан шыққан ютубермін. Болашақта құдай қаласа өсе берейік. Сол бүгінгі сіздермен бірге болған Нұр KZ. Тағы да айтарым, ұмытпеппін, кешіріңіздер. Бұл каналда тек ойындар жайлы емес, футбол жайлы да жаңалықтар, видеолар шығып тұратын болады. Ал енді тағы да сау болыңыздар. Сізбен бірге болған Нұр KZ. Давайсыңдар.